Қапшағай қуатты қала, судан, желден, күннен де қуат алады. Алматы-Өскемен күре жолы жиегіндегі шаһарда сондай-ақ әскери қалашық орналасқан. Онда 486 пәтерлі 9 үй бар, 2000-ға тарта отбасы тұрады. Бибосыновтар әскери қалашықтың байырғы тұрғындары, ерлі-зайыптылар әскери қызметте. Бөкенбай Тағабайұлы шеберхана бастығы техник, Роза Сатыбалдықызы аға радиобайланысшы. Екеуі де 35-ші бригадада қызмет етеді. Істеріне адал, жауапты мамандар. Біздің Қапшағайға келуіміз, ол 2005 жылы жолдасым Қапшағайға келді. Ол кезде 3 балам болатын. Кезегімізге, пәтерге кезегімізге осы әскери қалашықта. Ескі үйден алып, арада бір 3-4 жылдан кейін жаңа үйлер түсті. Соны әйтеуір бала-шаға санына қарап, кезегіме қарап пәтерін осы үйді алдық. Городокта үйлер жылы, оның үстіне кең бөлмелері. Жұмыстың қасында әскери қалашықтың бір жақсы жері балдардың ойнауына, қорықпайсың, қауіпсіз. Бұл отбасы 5 бала өсіріп отыр. Ең кішісі 3-ші сыныпта. Үлкен қызы мен ұлы елдегі жоғары оқу орындарында оқиды. Бұл шаңырақта білім мен тәрбиеден бөлек спортқа көп көңіл бөледі. Отағасы бокстан жаттықтырушы болса, отанасы шаңғыдан чемпионат жеңімпазы. Ал ұлдары бекарыс дзюдошы. Алғаш 2-ші сыныпта әкесі күрес секциясына апарыпты. Қалашықтағы жастар мен жасөспірімдерге спорттық қолдау арқасында басқа да спорт түрімен айналысқан. Дзюдодан жүлделі орындар алған. Қазір ол заңгер мамандығында оқиды. Қазіргі уақытта мен университетте военный кафедраға, яғни запастағы офицерге документ жинап жатырмын. Жалпы түсем деген ойдамын, себебі әкем де анам да әскери адам болғаннан кейін мен де әскери кафедраға түсуге міндеттімін деп ойлаймын. Қапшағай әскери қалашығы қай жағынан да озық. Жоспарлы түрде тұрғын үйлер салынып, жөндеуден өтеді. Аулалар мен ойын алаңдары жаңартылып отырады. Жайлы өмір мен тұрмыстың үлгісі. Жалпы мұнда темірдей тәртіп қана емес, тазалықта басты талап. Әр сенбі жұмылып, тұрғындар сенбілік жасайды. Демалыс пен мереке күндерінде тиімді өткізеді. Басшылық бас болып, балалар күні, Наурыз сияқты ұлық мейрамдарды қызықты ұйымдастыру дәстүрге айналған.